Ырза Тұрсынзада Қазақстанның құрақ құрастыру шеберлері қауымдастығы ұйымдастырған көрмеге Астана қаласынан арнайы келген. Оның жұмыстары бас қаламызда өткен түрлі көрмелер мен халықаралық жиындардың сәніне айналған. Әрбір жасаған жұмысына қазақи ой өрнек салып, нақышына келтіретін ол, бүгінгі көрмеге алтын қазынамыз бесік жабдықтарына келіпті. Қазақтың шебер әйелдері құрақ көрпеден құрақ кеудешеге дейін, құрақ бесік жабдықтарынан құрақ ойыншыққа дейін жасап, керемет нәрселерді қарапайым әдіс тәсілдермен өмірге келетін ежелден дәлелдеп келеді дейді ол. Көрмеде мен енді Аллаға мың да бір рахмет, қазақтың қыздарына, келіндеріне рахмет, бесікке қызығушылық танытып, қандай әдемі, неткен сұлу, осындай да бесік болады екен ғой деп. Бірақ соның артында, астарында жаңағы осы бесіктің қасиетін жаңғырту. Қазағымыздың, біздің әжелеріміздің, аналарымыздың жаңағы осы дәстүрін жаңғырту. Енді мен боп, сіз боп, бүкіл ел боп, әрбір жерден өстіп, әрқайсымыз бір өнердің, бір қазақтың бір дәстүрін, бір өнеріне ие болып, соны елдің арасына шығарсақ. Көрменің негізгі үйлестірушісі әрі Қазақстанның құрақ құрастыру шеберлері қауымдастығын басқаратын Тамара Штрошерер Германияда 22 жыл бойы өмір сүрген. Шет мемлекетте жүріп ұлттық өнерімізді насихаттауды алға қойған ол, Алматыда өткен көрмеге Швейцария, Үндістан елдерінен және отандық қолөнер шеберлерін шақырып, ісмерлерге тәжірибе алмасуына жол ашты. Құрақ құрастыру жер шарындағы көптеген ұлттарға тән құбылыс. Бірақ олардың салт дәстүр, әдет-ғұрыптарына байланысты пішіндері сан түрлі. Мәселен, жапон құрақтары, үнді құрақтары, неміс халқының құрақтары өзгерек дейді сыртта жүрген қандасымыз. Осы көрмені біз енді екінші рет ұйымдастырып жатырмыз. Шеберлер осы жұмыстарын алып келген өте риза. Біз бұл көрмеге көп шетелден де, осы Алматыдан да көп қонақ шақырдық. Ол қонақтар өте риза болып таңғалып жатыр, қандай жақсы жұмыстарды жасапсыңдар деп. Үндістаннан келген қонақтар өздерінің өнерлерін бізге көрсетіп жатыр, мастер-класс дейтін нәрселерге қатынасып жатыр біздің шеберлер. Көбірек солардан да үйреніп, олар келіп бізден мына қуыршақ жасауға да үйреніп жатыр. Сонымен қатар көрме аясында кәсіби және әуесқой тігіншілердің панно кілемдер, құрақ көрпелер, тоқыма қуыршақтар жарысы өтті. Оған шетелден келген қонақтар төрелік жасады. Осы ретте Дубайдан келген құрақ құрастыру шеберлері халықаралық қауымдастығының мүшесі Мала Шункер байқауға қатысқан әрбір жұмыс әртүрлі бағытта жасалған. Біз оларды бағалауға келгенде біраз қиналдық. Себебі бұлардың баршасының өзіндік ерекшелігі бар. Тіпті қай туынды қай шебердің қолынан шыққан жұмыс екенін соңғы минутқа дейін білген жоқпыз дейді. Мен Дубайдан келдім. Бұл менің Қазақстанға алғаш қонақ болуым. Маған көрмедегі шеберлердің жұмыстарының барлығы ұнады. Әсіресе қазақтың ұлттық құрақ көрпелері ерекше әрі әдемі екен. Түрлі түсті маталардың үйлесімі, көптеген әдістер, ерекше өрнектермен жасалған тамаша жұмыстар. Өзіммен бірге Дубайға міндетті түрде бірнешеуін алып қайтпақшымын. Өйткені көрмедегі жұмыстардан ұмытылмастай әсер алдым. Көрмеге келген қонақтар отандық және шетелдік шеберлердің жұмыстарымен ғана танысып қоймай, соңғы шыққан тігін машиналарының үлгілерінің тігу ерекшеліктерін тамашалау мүмкіндіктеріне ие болды. Осы орайда құрақ құрастыру саласына енді қадам басып келе жатқан жас шебер Айгерім Мұсырман қызы былай дейді. Бұл жерде көп жұмыстар бар екен, кәсіби жұмыстар да бар екен, сүмкелер қуыршақтан жасалған, жаңа көрпелер көп екен. Бұрынғы қазақтың жаңағы көрпелеріне ұқсайтын жұмыстары да өте көп екен. Қазақстанда осы жұмыс дамығанына өте қуаныштымын. Осылай дамай берсін осының бәрі. Құрақ құрау қалдық қалдырмау. Ертеде қазақ даласында қымбат маталар тапшы болғандықтан, киім тігушілер қалған маталардың қиықтарын бір кәдеге жаратуға тырысып, олардан әртүрлі бұйымдар жасаған. Бұл қазақ қыз келіншектерінің қанына сіңген көркем өнердің бір түрі десек қателеспейміз. Ол тек ескіліктің көзі ғана емес, қазіргі заманның сәні, ертеңгінің естелігі болмақ. Елімізде бұл өнер түріне баулайтын мектептер мен шеберлік сыныптары ашылып жатыр. Бұл үрдіс қазіргі қазақ қыздарына ұлттық өнеріміздің қыр-сырын меңгеруіне жол ашпақ.